достар, бүгін тағы да бір көліктердің бағаларына шолу жасауға келген болатынбыз. Көп видеоны соңына дейін көріп, лайк басып, комментарий қалдыра кетіңіз. Егер де бір жерлері дұрыс емес, ұнамай жататын болса, міндетті түрде комментарийға қай жері ұнамады соны жазып кетулеріңізді сұраймын. Ал келесі бізде Lada Granta 2018 жылғы екен. Бағасы 2.800.000. Шамамен сол бағада Lada Kalina 2017 жылғы екен. Ал келесі көлік бізде Volkswagen Polo 5.290.000 теңге сұрап тұр екен. 1.6 автомат, 67.000 км жүрген. 2017 жылғы. Volkswagen Polo бағасы 5.890.000, 2018 жылғы екен. Объем 1.6 автомат, 49.500 км жүрген. Салона. Келесі көлік бізде Mitsubishi Pajero Sport 2008 жылғы. Бағасы 6.200.000 сұрап тұр екен. Объемы 3 литр бензин, автомат, 238.000 км жүрген. Nissan Sentra 2015 жылғы. 1.6 157.000 км жүрген. Автомат, 2015 жыл. Hyundai Sonata автомат 2012 2.4 литр. Бағасы 5.690.000 теңге. Nissan Tiana 2013 жыл. Объемы 2.0, бензинмен жүреді, 104.000 км жүрген, 5.790.000 теңгеге. Іші кожаный, арқасында запас баллондары бар екен. Skoda Octavia 2018 жыл. Объем 1.6, 27.500 ғана км жүрді. Бензин 2018, 8 миллион. Автоматта. Шевелюр. Келесі көлік Skoda Octavia 2013 жылғы. 1.4 автомат, 200.000 км жүрген. Бағасы 4.300.000. Мына екеуін салыстырғанда, мынаны салыстырғанда 2018 жылы 8 миллион екенді. Мынау 2013 жылғы 4.300.000. Жарты бағасы. Екеуі де автомат, мияқта 1.6, мияқта 1.4. Ал келесі көлік Honda Accord 2008 жылғы. 265.000 км жүрген. Автомат, 2008, 4.290.000. Іші кожаный салон, кішкене водительский жағы ескіріп қалыпты. Renault Logan 4.890.000 теңгеге, 2019 жылғы екен. Объем 1.6, 13.000 ғана км жүрген, механикада. Келесі көлік бізде Renault Duster. Бағасы 6.190.000 теңге сұрап тұр екен. Объемы 2, 150.000 км жүрген, механикада. Терезелері бәрі затонированы екен. Тағы бір көлік Renault Arcana 10.500.000 сұрап тұр екен. 2019 жылғы. 1.3 автомат, 31.000 ғана км жүрген. Бағасы 10.500.000. Ал мынандай Hyundai Accent бар екен. 2014 жылғы. Ешбір жері боялмаған, комплектация ең соңғы. Бай комплектацияда автомат, кондиционер барлығы жұмыс істейді. Бір ғана хозяин болған екен. Бағасы 4.300.000. Ал достар, келесі көлік Toyota 70-ка 70. Жылы 2018, 40.000 км жүрген екен. Объемы 2.5 автомат. Бағасы 14.400.000 сұрап тұр екен.
Ең пустой комплектация емес екен, мына фаралардан есептейміз. Келесі көлік бізде Toyota Camry 55. 2015 жылы шығарылған, 70 000 километр жүрген екен. Объемы 2,5. Іші кожа. Бағасы 10 миллион. Вот, ең 2,5 объемның ең толық комплектациясы. Бірақ российская сборка екен. Это бір Toyota Camry 70-ка 2019 жылғы екен. Объем 2,5, автомат, 1000 ғана километр жүрген, ішіндегі салондары.